Олардың танысқанына 1 жылға жуықтаған. Алғашында бәрі жай басталған. Кәдімгі сөйлесу, кешкі серуен, ұзақ хаттар. Бірақ уақыт өте келе сөздің орнына көзқарас, ал үнсіздіктің орнына жүрек соғысы келді. Сол түн бәрін өзгерткен түндердің бірі еді. Қаланың шетіндегі шағын пәтер. Терезеден түскен ай сәулесі пердені сызып өтіп бөлмені 2-ге бөлгендей. Bir шетінде тыныштық, екінші шетінде ішке сыймай тұрған сезім. Дидар диванда отыр. Қолын тізесіне қойып терең ойға кеткен. Ал Аружан еденде дәл қарсысында. Оның отырған қалпының өзінде бір нәзіктік бар. Басындағы ойы да, жүрегіндегі толқыны да көзінен көрініп тұр. Біз осылай қаншаға дейін жүреміз? Деді Дидар үнсіздікті бұзып. Аружан жауап бермеді. Тек иығын сәл қозғап, терең дем алды. Мен қорқамын, деді біраздан соң. Өзімнен қорқамын. Неден? Бір күні өзімді ұстай алмай қалам ба деп. Ол қолын созып Дидардың қолына тигізді де қайта тартып алды. Сол қысқа ғана тиісу екеуіне де қатты әсер етті. Мен сені құрметтеймін, деді Дидар баяу. Бірақ сен кейде өзің мені әлсіретесің. Аружан жымиды. Ұялшақ, бірақ шынайы күлкі. Мен де өзімді танымай қалдым, деді ол. Бұрын мұнда емеспін деп ойлайтынмын. Ол орнынан тұрып терезеге барды. Сыртқа қарап тұрды. Арқасы Дидарға қараған. Бірақ дәл сол арқаның өзі оны өзіне тартып тұрғандай. Дидар орнынан тұрып артынан жақындады. Қолын иығына қойды. Қатты емес. Жай ғана бар екенін сездіру үшін. Қойшы, деді Аружан сыбырлап. Қазір тоқтамасақ, онда тоқтаймыз, деді Дидар, бірақ қолын алмады. Сол түні олар көп сөйлеспеді. Бірақ бәрін сезді. Бір-бірінің тынысын, жүрек соғысын, ішкі толқынын. Бұл тиіспей-ақ жақындаудың ең ауыр түрі еді. Келесі күндерде оңай болмады. Әр кездесу сынақ. Аружан әдейі сабыр сақтағысы келеді, ал Дидар өзін ұстап қалуға тырысады. Бірде олар саябақта отырды. Күздің иісі сезіледі. Ағаш жапырақтары сыбдырлайды. Егер сен бір күні кетіп қалсаң, деді Аружан кенет. Мен өзімді кешіре алмай қалам ба деп қорқамын. Дидар оған қарады. Ал егер мен кетпесем ше? Онда мен өмір бойы тыныш ұйықтар едім. Бірақ өмір әрқашан жоспарға бағынбайды. Уақыт өте келе Дидардың жұмысы өзгерді. Жиі кетіп қалатын болды. Хабарласады, бірақ бұрынғыдай емес. Аружан сезді. Әйел жүрегі алдамайды. Соңғы кездесуде олар үнсіз отырды. Сөз табылмады. Мен саған сендім, деді Аружан ақырын. Бірақ өзімді жоғалтып алмадым. Соған қуаныштымын. Дидар жауап қатпады. Тек басын изеді. Ол кетті. Ал Аружан қалды. Жылдар өтті. Ол тұрмысқа шықты. Өмірі тыныш болды. Бірақ кейде түнде көзін жұмса, сол ұсталған түндер, сол тиіскен сезімдер есіне түсетін. Және ол бір нәрсені анық білді, өзіне опасыздық жасамағанына. Сол үшін өкінбеді. Дидар қаладан кеткенде өзіне өзі, дұрыс дедім. Бәрібір бізге қиын болар еді деп жұбатты. Алғашқы күндері шынымен солай көрінді. Жаңа жұмыс. Жаңа орта. Ешкім өткенді сұрамайды. Ешкім уәден қайда демейді. Уақыт өте ол бір қызбен танысты. Аты Мадина, жақсы адам. Ақылды, сабырлы. Ештеңені терең сұрамайды. Өткенін қазбаламайды. Дидарға дәл осындай тыныштық керек сияқты көрінді. Олар көп ұзамай үйленді. Тойда болды. Құттықтаулар, фото, күлкі, сырт көзге бәрі дұрыс. Бірақ ішінде бірдеңе жетіспейтін. Мадина жанында отырғанда да Дидар кейде ойға кетіп қалатын. Терезеге ұзақ қарап, үндемей не ойлап отырсың? Деп сұрайтын әйелі. Ештеңе дейтін ол. Шын мәнінде ештеңе емес еді. Ол ойламауға тырысатын нәрсе Аружан, ол ешқашан неге кеттің деп айқайламады. Неге алдадың деп жазбады. Үнсіз қалды. Сол үнсіздік Дидарды жылдар бойы қинады. Кейде түнде оянып кететін. Жанында әйелі. Тыныш ұйықтап жатыр.
Ал өзі ұйықтай алмайды. Өйткені есіне түсетін бір ғана нәрсе бар еді, сол баяу түндер, сол ұсталған сәттер, сол қоя тұршы деген сыбыр. Аружан ешқашан өзін арзан ұсынбаған. Ешқашан жабыспаған. Ешқашан қысым жасамаған. Сол үшін де ол ұмытылмады. Уақыт өте Мадина бала көтерді. Үйде қуаныш. Жаңа жауапкершілік. Бірақ Дидардың іші бұрынғыдай бос. Ол баласын жақсы көрді. Әйеліне жамандық жасамады. Бірақ бір нәрсе жоқ еді, шын тыныштық. Кейде жұмыстан келе жатып көшеде бір әйелді көріп қалса, ұқсас жүріс, ұқсас күлкі, жүрегі шым ете түсетін. Егер сол кезде қалсам ше? Бұл сұраққа жауап жоқ. Тек кеш. Ал Аружан. Ол ұзақ уақыт жалғыз жүрді. Өзін кінәламады. Өзін ақтамады. Жай ғана өмірін жалғастырды. Кейін бір адам жолықты. Сабырлы. Артық уәде бермейтін. Бірақ сөзі мен ісі бірдей. Мен асықпаймын деді ол. Дайын болсан ғана. Аружан сол кезде ғана түсінді, нағыз махаббат қинамайды. Олар кеш үйленді. Даңғаза тойсыз. Тыныш, бірақ сол тыныштық шын бақыт еді. Жылдар өткен соң бір тойда Дидар оларды көріп қалды. Аружан жанында күйеуі. Қолында баласы. Жүзі сабырлы. Көзі тыныш. Ол сәтте Дидардың жүрегінен бір нәрсе үзіліп түскендей болды. Ол бақытты, ал мен тек үйреніп кеткенмін. Сол күні ол үйіне үнсіз қайтты. Әйелімен сөйлеспеді. Ұйықтай алмады. Өйткені өмірдегі ең ауыр нәрсе жаман адам болу емес. Ең ауыры дұрыс адамды дер кезінде таңдай алмау. Қыздарға айтарым, өзіңді сыйла. Өзіңді қорға. Нағыз махаббат күте алады. Ал алдау уақытша ғана. Сен асылсың. Сол асылдықты сақта. Өмір бойы өкінбеу үшін кейде жоқ деп айтуда батылдық.